Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазір мына елімізде көп адам біле бермейді. Бірақ мына жастар қазір мына шұбалшағын көп түсімі Калифорнияның шұбалшағына бұл кәдімгі. Бұны өсіріп, арнайы мынандай нелерін жерге табиғи удобрение жасап жатыр жігіттер қазір. Мына әттен селитрадан, басқана химиялық өнім, химиялық нелерден, удобрениелерден шаршаған жерлер қазір сор ұшып кеткен, өзімізде жетсе жақта да сондай ғой. Ал мынау кәдімгі таза табиғи, мына малдың қиын шұбалшанға береді, шұбалшан соның барлығын айналдырып жеп, кәдімгі тап-таза, кәдімгі неге шаша беретін, мынандай өнім береді. Ары қарай тың айтқыш болады. Иә, огородқа тың айтқыш. Жақсы келешегі бар да, жерді ары қарай. Мысалы, анау бетің жарылып кетсе, әдемі май жағасын бірдеңе қыласың ғой. Мынау кәдімгі таза сол құнары кете бастаған жерді қайтадан қалпына келтіруге орасан зор көмегін тигізеді ғой. Алланың қалауымен, иншалла. Бірақ жақсы екен, зор екен.